Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Ситқазықызы. Мен 12 жылдан бері осы дәрігерлік салада жұмыс жасап келе жатырмын. Біздің аналарымыздың көбісі менің балам қалай дамып жатыр, менің баламның неврологиялық жағдайы қандай деп невропатологта очередьте тұрып, өздерін жаңағыдай уайымдатып, әрқашан әртүрлі сұрақтармен мазалап жатады. Бүгін сіздер бұл видеода үй жағдайында дәрігердің қарауынсыз өз бетінше қалай неврологиялық жағдайын бақылайтынын білетін боласыздар. Бүгін бізбен бірге Адам деген 2 айлық нәресте. Енді біз бірінші баламызды түгел шешіндіріп аламыз. Үйде балаларыңызды осылай шешіндіріп жатқызып қоясыз. Жатқызған кезде бала осы Адам сияқты аяқ қолмен екі жағында бірдей симметричный қозғалтып отыру керек. Екі аяғы да, қолы да постоянно движениеда болу керек. Егер балаңыз екі қолы мен аяғы бірдей емес қимылдайтын болса, мысалы тек қана мысалы сол жағы ғана қимылдаса, немесе керісінше оң жағы ғана қимылдап, бір жағы қимылдамай тұратын болса, бұл уже қауіпті белгіге жатады. То есть біздің баламыз екі қолымен де, екі аяғымен де симметричный қозғалып отыру керек. Енді балаға бірінші қолымызға аламыз. Қолға алған кезде баланы аяғын тіретіп тексереміз. Біздің Адам аяғын толығымен тірей алады. Осылай қойған кезде кейбір жағдайда аяғын ұшымен тұрады да, толық аяғын түгел баса білу керек. Енді біздің Адам аяғын тірейді. Енді осылай жатқан уақытта Адамның қолына саусағымызды осылай қоямыз. Қойған кезде Адам екі қолмен де жақсы саусақты ұстайды. Это уже хорошо. Енді басын осылай тартқан кезде бала өз бетінше басын ұстауға тырысады. Полностью басын ұстай алмаса да, уже тартып жатыр. Бұл да жақсы белгіге жатады. Енді баламызды ішпен жатқызып көреміз. Адам ішпен қаратқан кезде басын уже көтеріп жатыр. Кейбір жағдайларда бала басын мүлдем көтермей қалады. Ол қауіпті белгіге жатады. То есть біздің баламыз ішпен жатқызған кезде самостоятельно басын или көтеру керек, 2 айлық болса. 1 айлық болса, хотя бы бір жаққа қаратып алу керек. И ішпен жатқан кезде біз мойнын қараймыз. Мойны Адамның жақсы көрініп тұр. То есть мойны кейбір жағдайларда бір-біріне жабысып қалған болады, немесе бір жаққа қисайған болады. Ондай моменттерде тоже ертерек лечение жасауымыз керек. Енді бүткіл омыртқаларын тексереміз. Омыртқаларын осылай қараған кезде түзу болу керек, және де ешқандай жаңағыдай сколиоз сияқты белгілер болмау керек. Енді памперсін шешеміз. Памперсін шешіп қараған кезде біздің Адамның аяқтарының складкаларын қараймыз. Қыртыстары бір-бірімен бірдей симметричный болу керек. То есть ешқандай балада жаңағыдай әртүрлі асимметрия болмау керек. Және де баланы ішпен жатқызып, осылай ұстаған кезде бала алдыға өз бетінше ұмтылады. Бұл баланың рефлекс ползание дейді, еңбектеу рефлексі. Бұл қазір бала еңбектеп кетеді деген сөз емес, бұл рефлекс, яғни осындай рефлекс болу керек балада. Және де біздің Адамчик неврологиялық жағынан толығымен сау балаға келеді. Сіздер де осылай үй жағдайында балаларыңызды тексерсеңіздер болады. Осылайша сіздер үй жағдайында балаларыңызды тексере аласыздар. Біздің Адам өзінің жасына сай дамып жатыр. Аяғын тірейді, басын өзінің жасына сай ұстайды, аяқ қолын симметричный қимылдатады.
неврологиялық жағынан барлық реакциялардың барлығы жақсы, екі қолымен жұмыс жасайды, екі аяғымен жақсы жұмыс жасайды. Барлық рефлекстері жақсы. Осылайша үй жағдайында балаларыңызды тексере аласыздар. Сол кезде сіздер дәрігерден бұрын өздеріңіз уже біліп отырасыздар. Егер балаңыздың бір қол бір аяғында бір қимыл қозғалыс байқамайтын болсаңыз, немесе керісінше екі қолда екі аяғда әлсіз салбырап жататын болса, сондай моменттерде сіздер уже біліп тұрасыздар. Ол кезде экстренно дәрігерге қаралу керек.